Қайырлы күн, 5-ші сыныптың 7-ші бөлімі 9-10 сабақ, нәтиже сабақ. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Жол ережесін білудің маңызы деген тақырыпта қысқаша әңгіме жазу керек. Және оның ішінде қыстырма, қаратпа және одағай сөздер болу керек. Ол сөздер қызылмен белгіленген мәтінде. Екінші тапсырма аквариум. Төмендегі тақырыптардың бірі бойынша диалог құрыңдар. Сынып ең үздік жұпты анықтасын дейді. Екі тақырып бойынша диалог құрдым. Біреуі мінекей және екіншісі тағы да төменде. Мынау дәл сол екінші тапсырма. Бұнда көлік өркениет белгісі деген тақырыптағы қысқаша әңгіме диалог. Үшінші тапсырманы өздігінен орындайсыздар. Сыныпта 4-ші тапсырма суретке қарап диалог әңгіме құрап жаз дейді. Мінекей диалог әңгіме бұл үлгісі ғана, өздеріңіз ойдан қосымша ақпарат қоса отырып әңгіме құрасаңыздар болады. 5-ші тапсырма суретте берілген көлік түрлерінің бірін таңдап сипаттамалық мәтін құрап жаз. Мен мынау метро деген суретті таңдап мәтін құрап жаздым сіздерге арнап. Енді өздеріңіз өз таңдауыңыз бойынша кез келген суретке мәтін құрасаңыздар болады. Бұл үлгі ғана. 9-10 сабақтың 6-шы соңғы тапсырмасы көлік қажеттілік пе әлде байлық белгісі ме тақырыбына эссе жаз дейді. Өз ойыңызды жазуыңыз керек. Енді қалай ойлайсыздар? Бүгінде көліктің қажеттілігі қаншалықты, соған байланысты ой толғайсыздар. Каналға жазылып қойыңыздар. Тапсырманың орындалуы жөнінде сіздерге ақпарат келіп тұрады. Сонда барлық тапсырманы өткізіп алмай қарап отырасыздар.